Кеш жарық достар, Балқаймақ арнасына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз духовкада пісетін өте дәмді пирожки дайындайтын боламыз. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Капустамыз бен жуамызды ұсақтап турап, сарымай салынған табаға татымына қарай тұз бен бұрышты салып, 10-12 минуттай бұқтырып алатын боламыз. Біздің салмамыз дайын. Енді салмамыз суығанша біз қамырымызды жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге бір стақан айран, жарты стақан қаймақ және тұз, 1 шай қасық сода керек болады және керегінше ұн салып, әдемі жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды кішкене тындырып қойып, енді пирожкимізді жасауға кірісеміз. Осылай бөліп алып, домалақтап, бетін пленкамен жауып қойып, кеуіп кетпес үшін шетінен бірте-бірте жайып, салмамызды салып, осындай әдемі пирожкимізді түйіп бастаймыз. Түйіп, противенге салып, бетіне жұмыртқа мен сүтті араластырып жағып, әдемілеп, қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің пирожкиміз дайын. Бұл өте қуырылғаннан гөрі духовкада піскен пирожкилер өте пайдалы, сондықтан ас болсын. Егер менің осы видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда әлде көптеген қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше.